Қараңыздар, Ташкентскийдің бойында Нұрекен бар, Гауһар ханым бар, бүгінгі өзіміздікілер. Осындай бір әдемі шашлық жеп отырмыз, және донері бар, осы Ташкентскийдің бойында. Өтте әдемі салқында тамақ ішсеңіздер болады. Өзіміз ғана үшеуміз отырмыз, міне. Ас болсын Нұрекен. Осында келсеңіздер болады. Райымбек қиылысы. Абылайхан 24 дейді. Осы жерге келіңіздер. В общем, biz бүгін лаваш деген күшті бір жерге келдік. Қайда істейсің? Лавашқа келдің ба? Сен акция бар дейді, акция. Акция бар жерде бәрі жүресің, Конечно. Сен де соған келдің ба? Естіп? Білейін, бүкіл қала осы жақта жүр. Сен жүрген мен жүрмін. Мен білемін ғой, сен күшті стористар саласынан. Сторисына қарап келдім негізі. Бүгін осыны салыпсың ғой. Осыған қарап келдім. Келіңіздер достар, өте акция көп. Дәмді. Өзі орналасуы қандай? Мына адрес айтып жүрсің, адресқа Абылайхана 24. Абылайхана 24-те акция бәрі бар, шашлык, пашлык, бәрі не керек. В общем, маған донері қатты ұнады, жирный емес, еще донер жесеңіздер напиток в подарок жүреді екен. Сондықтан келіп дәм татыңыздар. Бүкіл қаламында жүр ғой, даже Джонни жүр ғой. Сонымен достар, мен тағы да бір жаңалық айтайын деп отырмын. Егер де естеріңізде болса, мен осыдан екі апта бұрын сторисіме кішкентай 1,5 жастағы афроамериканец балапанды салған болатынмын. Оның мамасында бір рет салдым, естеріңізде болса, но это было давно. Бутылкасын бере салшы, доча. И енді сол қызға байланысты, және де соның баласына байланысты бір өте күшті керемет бір ақпаратым бар. Бірақ оны мен чуть попозже бөлісемін. Сендердің қолдауларыңыз керек болып тұр. Айтамын, уақыты келсін, бүгін немесе ертең босағаннан кейін асықпай отырып, барлығын түсіндіріп, өзі негізі үйіме келу керек, бүгін ертең деген сияқты. И сол кезде бірге сториске шығып, сіздерге бөлісетін боламыз. Күтіңіздер. Оларда қандай ситуация? Енді білесіздер, Қазақстанда ешкімдері жоқ, Алматыда тұрып жатыр, кішкентай ғана времянканы жалдап жатыр, оның времянканы ақшасын төлейтін жағдай да жоқ, өйткені жұмыс жасамайды. Жұмысқа шығайын десек, кішкентай балапанын ешкімге сеніп қалдырып кете алмайды. Садикке берейін десе, садикке оплатасы ақшасыз садикке алмайды, например, государственныйға учетке тұрған жоқ, қиын өйткені оған тұруға, частныйға берейін десе, тоже ешкім ақшасыз алмайды. Сондықтан ешкімнің жоқ болғандықтан өте жағдай қиын, былай айтқанда. Өте қиын. Сол үшін ертең ол маған келеді бұйырса үйге. Біз онымен сөйлесеміз, сториске де өзі шығады, менімен бірге шығатын боламыз екеуміз сториске, жағдайдың барлығын түсіндіріп деген сияқты.